Асылған құрмет көрімді алдыңғы видеода Черновой тұрған үйлер қазір полный бітуіне жақындап жатыр екен. Потолок бітіп кеткен мына жерде. Мінекей мына жерде кафель. Барлық бөлме натяжной потолок болған. Кафель теп-тегіс. Қол ілініп қалады ғой мындай бұрыштарға. Ондай жоқ. Мінекей үстіл кеп тұретін. Қолға қазір мынадай креплелер шығыпты. Кафельде размеріне сыра беретін. Зүлігін көрсін сатып барады. Есіктерді қойылыпты. Есіктер замоктарын қашан қойылады екен? Есік бекітіп тастаған. Мына жер арка болып тұрған еді. Қап-қара болып. Лепкасы бітіп мынадай обналичник қағып қойды жиегіне. Екі бетіне де. Өткеде мынау да арка. Туында обналичнигі қағылған. Есіктерде обналичниктер салынып. Уғылдар түпсі шыққан екен. Кескенде қиғаш кесе алмайды кейбіреулер. Дұрыс кесілмей қалады, соғында кес. Мына жақтың гальтелдері ілініп қойыпты. Алдында универсал бригада. Перденің гарнизінадай көрінбей тұрады, перденің ілген жерлері. Гальтелдер көзіптар. Аса жерге қатыруға керек. Есіктер аппақ есік. Ламинат төселген соң тағы бір видео болады. Мына обналичник қағылмапты енді. Откосын ең шығарғымен арғы бетіне обналичник қағылыпты. Кейбір бер бетіне де обналичник қағып қояды. Доворка істемесе де. Кейбір доворка істеп қояды. Қаптап полный. Есіктің екі жақтауында. Мына жерде де карнизін іліп кетіпті бірден. Натяжной потолок, тоқ. Свет жанып тұр. Зал бөлме. Бір жағынан кухня. Аппақ қойыпты. Раздельный шөлік раздельдің бірден салып жіберіпті. Пластик. Бұл ішіне бір жерге салайын деп әкелген. Радиаторлар мен келген. Ана бөлмеден ода перденің үсті көрінбей тұрсын. Мағына обналичник қағыпты. Светтерін көрейік. Жағып қойып светтерін полный. Здесь мойка тұрады. Қима. Мына жерде мастер макин кальтель жабыстырып жатыр. Мына жағын енді жабыстырылады екен. Бұда да карниз тығып қойыпты артына. Кальтель. Сплошной жабысады екен ғой, қабырғаға, шалпақ ұстайды екен қабырғадан. Кейбіреу шетімен ұстайды да құлап кетіп жатады ғой. Дұрыс клейлемей қойса. Есіктің де мастер екен. Қойған жерге тұрып қалу керек қой есіктегі мінекей. Тұрып тұр есік. Сол кей ағара. Өрмен дұрыс болса тұрып тұрады. Өрмен дұрыс болмаса жабылып кетеді. Я ашылып кетеді. Қойған жеріңде тұр есіктің. Мастерлерін осылай тексереді. Дұрыс қоя ала ма, қоя алмай ма деп. Мінекей. Қай положениеге қойсаң да, үш положениеде тұру керек. Бұл қойған жерінде тұр. Бұл жердің кальтелерін жабысады екен. Ламинаттар. Ламинаттар қашан қойылады екен? Бір-ек күннен кейін? 3-4 күннен кейін қойылады екен. Мына подложка ламинаттың астына төселетін.
Ағаш екен ғой подолс несі обналичный. Ламинат қойғаннан кейін тағы бір түсіріп кетем келіп. Анадай мына плинтустың астында крепленесі. Аппақ плинт салған екен.